Барлықтарыңа сәлем достар. Тұрсынбек Қабатовтың қатынына және де көпшілік ауыр сөз айтқан болатын. Ал Айман Тұрсынбекова болса жауап қайтарды. Әзілкеш жайдарманшы Тұрсынбек Қабатовтың екінші жары Айман әлеуметтік желіде алғаш рет өзіне қатысты тараған пікірлерге жауап берді. Бұл туралы ол жеке парақшасында жазба жариялаған еді. Тайынға келген ақшаның астына көміліп жатқан миллионерша еріккен қатын ғой, деп жазды Айман сарказмы толық жазбасында. Айман бұл сөздер арқылы өзінің мінсіз еш қиындық көрмей өмір сүріп жатқан адам көрсететіндерге ишара жасағанын аңғартты. Ол жазбасында қазіргі тұрып жатқан үйінде төбесі құлап қалғанын да астарлап жеткізген. Алайда желі қолданушылары бұл жазбаны әртүрлі қабылдап пікірталас одан әрі қызыға түсті. Бірі қолдау білдірсе, енді бірі сын айтып, теріс пікірлерін жаудырып жатыр. Айманның бұл мәлімдесі әлеуметтік желіде қызу талқыланып, көпшіліктің назарын өзіне аударған еді. Қазіргі таңда Тұрсынбек Қабатов пен Айман Төленова өмірде бақытты.